Оба, ассалаумағалейкум құрметті YouTube көрермендер, сіздермен бірге сол баяғы Айдос. Бүгін бізде ерекше шығарылым. Бүгін дәл жанында тұрған Тұлпар Тальго пойызымен Алматы қаласынан, яғни Алматы 2 вокзалынан Қарағандыға сапарға шығатын боламыз. Бұл сапар ерекше, өйткені мен бірінші рет осындай кең көлемдегі Тұлпар Тальгомен саятқа шығайын деп жатырмын. Бұл тальголар ең соңғы үлгідегі Тұлпар тальголар. Мінекей жылдарда жаңа, байқасаңыздар, кәдімгі тальгодан көрі кеңірек, 200 км/сағатқа шейін жылдамдық алады. Ең бастысы Қазақстанда жасалған, мынау вагон құрастыру зауытында, мінекей 2022 жылы жасалған. Пойыз жүруіне 1 сағат уақыт қалса да, әлі бұлар есіктерін ашпапты, білмеймін неге екенін. Билет қайдан алдым деп жатқан адамдарға айтарым, Freedom Super App дегенге кіріп, путешествие дегенді, Каспийдегі дей ғой енді, кіріп аласыздар, бірақ көлікке жатыр. Мотоцикл. Ерекшелігі ол жерде 18 пен 25 жас аралығындағы жандарға 25% жеңілдік, яғни жастарға жеңілдік беріп жатыр екен. Сол жеңілдікті қолданып бір сапарға шықпайтын дедім. Билет бағасына небәрі 5000 теңге кетті. Негізі 8000 теңге, жеңілдікпен 6000 болады. Одан кейін Freedomның кешбегі бар. Бұл жарнама емес, жай өзімнің қалай алғанымды айтып беріп отырмын. Қалай бұған келгенімді айтып беріп отырмын. Кешбек арқылы, кешбек ол Freedomның өзінен түседі, оны Каспийге аударып аласыз, немесе басқа банкке. Сонымен жалпылай келгенде бағасы сол 5000 теңге болды. Қазір мінетін боламыз. Мен вагонның қай вагон екенін білмеймін, кірінде ала салдым. Бірақ осы құрамның ішінде отырып баратын вагон. Ұмытып кеттім ғой айтуды, біраз бір азапталайын деп тұрып қой, 12 сағат отырып. Неге Қарағанды, неге Астана емес? Өйткені уақытыма тиімдірек болып тұр. Қарағанды, мен осы шығарылымды 2 күн демалыс арнайын деп тұрмын. Егер Астанаға баратын болсақ, тағы да көп уақыт керек болып тұр. Сол себепті Астанаға бөлек шығарылым болады, достар. Бұны енді Қарағандыға арнаймыз. Ендеше жалғастырамыз. Көп сөйлеп кетіппін. Көп сөйлемей пойызға отырайық. Мен билет алған вагондар осындай вагондар, мінекей отыратын. Мен ортасындағы орнын алдым ше. Столик бар. Өйткені аяғым созып жатамын да, неғып атса, адам келмей атса. Отырып барған негізі оңай емес, қанша дегенмен. 22 жогын, меніңкі 25 болса, анау ғой, қазір отырамыз. Әлі ашпады есігін уже. Бір жарты сағат қалды. Екінші жолдан вагондар құрамалынады, сақ болыңыздар. Внимание, будьте осторожны. Ішке кірдік, қараңыздар. Кәдімгі самолеттің орындықтары сияқты, мына орындықтар ше. Самолеттің эконом классы сияқты. Мынау ашылады. Дастархан болып тұр. Мұнда мынау артыға жылжып көтерілетін сияқты ше. Мынау ең ортаңғы орындарда осындай стол бар. Менің осы орын. Қазір адам келмесе, ана жерге аяғым созып жатамын. Күшті ше. Осындай 5 вагон бар екен. Міне бізден кейін бар, ар жағында бар, біздің алдымызда біреу бар. Өте ерекше екен, Қазақстанда. Жақсы іске асып тұр екен. Қазақстанда жалпы бұндай осындай тальголарда ғана бар. Жоқ, Қазыбек пойызында бар, бірақ енді олар жүйрік пойыз емес. Міне. Бәрін жанымызда тұр екен. Қазыбек пойызында осындай отыратын вагондар бар, бірақ олар жүрдек пойыз емес, және олардың салондары сәл ескілеу. Жаңа салон, сол серіктікі. Мұнда су ішіңіз болады, стакан бар. Қазір 10 минуттан кейін жүреміз. Ашылады екен. Сосын мына жерде тоқ көзі бар екен. Дұрыс болды. Қоғырбанды қолданбаймыз.
мынау орындық не самолет екен, артқа иілмейді екен өкінішке орай. Енді осындай бүйтіп тік омыртқамен барамыз, артқа бүгілмейміз. Мынау батырмалар түсінбедім не үшін екенін, мынаны да түсінбедім, мынау не үшін керек мыналар. Мына жерге құлаққа тықса болады, наушниктер. Мынау соларды андай түсінбедім бұл артта. Ал сапарымызды бастаймыз қазір сәлден кейін. Ақ жол бізге ал. Пойызымыз жайлап жүріп жатыр. Бісміллә, сапарымызды бастаймыз. Құрметті көрермендер, бір қызық айтайын. Бұл жолда ешқандай отар, ешқандай шу деген станцияларға тоқтамайды. Бірден өтіп кетеді. Алматы бірге тоқтамайды тіпті. Қазір айтам, келесі станция бізде Қарағанды облысы Сарышаған станциясы. Оның өзіне 10 минут тұрады, одан кейін Ағадырға 10 минут тұрады, одан кейін Қарағанды. Қарағандыдан кейін Астана болды. Осындай. Енді қазір жылдамдықты тексереміз. Қазір сіздер де байқап отырыңыздар, қаншалық жылдамдықпен жүреді. Алматы бірге дейін түсіріп барайын. Бұл бірден жылдамдығы қалды, қазір ешқайда тоқтамайды. Керісінше бұған басқа пойыздар жол береді. Осындай қызық. Міне, қазір енді көресіздер. Мәссаған. Байқалып отыр міне. 200 км/сағатқа шейін барады. Анау экранға қазір тақтайша дейікші, жылдамдығы шығады. Қазір енді жылдамдығы нешеге баратын осын анықтап көретін боламыз. Осы арқылы деген ой. Алматы 1 мен Алматы 2 арасындағы темір жолға шықтық ал. Мынау Райымбек даңғылы. Райымбек метро бекеті, арғы беті Райымбек даңғылы. Құрамның бас жағы болғандықтан мынау локомотивтің берген мынау сигналы естіліп жатыр бізге анық. Рысқұлов даңғылынан өтетін көпірден өттік. Әдеттегіден сәл жылдамырақ, бірақ қатты жылдам емес. Мынау Сүйінбай даңғылы. Сүйінбай даңғылы арқылы сіз қаладан шығып кете аласыз. Ол тіке барады. Мынау үлкен жолға қосылады. Талдықорғанға шығады. Іле тракты деп айтсақ болады. Іле жолы. Мына жерде енді автосалондар, Гелий, Kia, Аллюр, Автогаз. Атлант. Ас-ай дейді. Алмайм. Ана жерде Армянский деген көше бар. Бәрін араладық кезінде. Чавеко ма? Оқимадым ғана. Мынау да автосалон. Осы жолмен былай Майлинаға түссеңіз, аэропортқа шығып қаласыз.
осылай жылдамдық алып кетады да, содан кейін жылдамдығын бірден түсіреді. Жылдамдық алып кетады, бірден түсіреді осындай. Тaf. Portrait. Біздің вагонда адамдар аз. Мен ойлағандай болды негізі ше. Енді қазір сөзін ұмытып қалғаным ше. Қазір қаңтар айы. Қаңтар айында адамдар көп саяхаттай бермейді. Саяхаттаса сол студенттер оқуына барады дегендей. Бірақ дәл осы бүгін 22 қаңтар күні ешкім Астанадан Алматыға саяхаттап баратқан жоқ сияқты. Барлығы жұмысымен, шаруалармен бара жатыр деп ойлаймын. Астана Моторс дейді. Hyundai. Мынау Хмельницкий көшесі. Осы көшемен Майлинаға шығып кетесіз. Жаңа Майлинадан ары қарай әуежайға бара бересіз. 41-ші қоғамдық көлік, Түрксіб базары. Мұнда Тоймарт болу керек қой. Міне Тоймарт. Алматы бірдің аумағына жақындап қалдық. Алматы бітіп көрсетейін сіздерге. Алматы мына бетте. Екінші автобус. Назарбаев көшесімен ары қарай кетеді. Мынау 10-шы автобус. Бұл айналма арқылы жүреді. Айналмалы қозғалыс арқылы жүреді. Боралдайға барады. Боралдайдан Алматы бір жаққа барады. Одан кейін Алматы екі жақтан өтіп Барахолка жаққа барады. Одан кейін Барахолкаға жетпей жоғары төмен түсіп кетеді Боралдайға қарай. Сөйтіп Боралдайдан қайтадан солай айналып жүреді. 27 ол Алтын Орда жаққа барады. Алтын Орда емес. Қазір айтам, Шола жаққа барады. Алмасити. Қателеспесем. 29 Тау жаққа кетеді. Достық даңғылына түсіп алып. Алматының қоғамдық көліктердің жартысынан көбінің жол жүру бағытын біліп алғам. Өйткені курьер болып жұмыс жасағам. Курьер болып жеке көлікпен емес, осындай қоғамдық көліктермен жүріп курьер болғам. Жаяу курьер деп айтайыншы. Енді түсінікті сол себепті Алматыдағы барлық қоғамдық көлікке мініп көрдім деп айтсам қателеспегем. Енді анау 245, анау Тауға 210 деген бар, кейін 224 деген бар. Соларға мінбегем. Олар өйткені Тауға шығып кетеді. Анау неге кетеді? Талғажға кетіп қалады. Лесная сказка деген жаққа кетеді. Мына жол Сүйінбай даңғылынан Алматы бір вокзалына қарай түсіп кетеді осы жолмен. Осы жерде жиі кептеліс болады. Енді Алматыны өзім білгенімше түсіндіріп жатырмын. Қанша жылда Алматыда жүргенімізге 3 жыл болып қалды, я? 3 жылда біраз жер жаттап болдық Алматыда. Түгейсіз жүретіндей жетіп қалдық. Мен орнымды ауыстырдым. Қазір мына бетін түсіреміз. Мен негізі ана орында отырмын. Мына орынға келдім. Әдетте 4-ші жолдан өткізіп жүреді сол порталға пойыздарын. Мен жиі байқаймын. Алматыда жүрген кезде. Жайлап жылдамдық арттырып жатыр. Енді әлі қала ішіндеміз. 100 км
жылдамдықпен әлі жүре алмайды. Қазір ары кетсе біз 50-ге жетпедік. Км сағат деп көрсетіп тұр мұнда спидометр. Теміржол аса қауіпті аймақ. Анау ғимарат Март деген сауда үйі ғой. Анау ғимарат көріп тұрсыздар ма, жасыл. Март сауда үйі. Сол жерде Рихард Зорге деген көше бар. Рихард Зоргемен тіке шықсаңыз, Алматы бірдің алдынан бірақ шығасыз. Жөндеу жұмыстары дейді. Алматы бірге келдік қой, Міне Алматы бірге. Мұнда Қостанайдың пойызы тұр. Алматы, Қостанай. Бізді сонда 4-ші жолға жүріпті ғой. На пойызбен мен саяхат жасағам. Trains KZ арнасында бар. Шығарылмаушы жайлы. Вагондардың жартысы ескі өкінішке орай бұл жерде. Кеңес заманынан қалған жартысы жаңа Ресейден алып келген. Бізді күтіп тұр екен олар. Басқа пойыздары тұлпар-тальгоға жол береді. Өйткені бұл жүйрік пойыз дей ма? Иә, сондай. Скоростной поезд. Ойбе, қандай да бар ма? Құрметті жолаушылар, назарларыңызға біздің пойызда 12-ші және 13-ші вагондардың арасында орналасқан мейрамхана вагоны мен бар вагоны бар. Сізді дәмді тағамдар мен жақымды атмосфера күтеді. Уважаемые пассажиры, Вазажып. Бұл ресторанға барамыз қазір. Вагон-ресторан и вагон-бар, который находится между 12 и 13 вагоном. Вас ждет изысканная кухня и приятная атмосфера. Болды, барып түсіріп деп тұрмын онда, бірдеңе жейміз бе? Бірақ қымбат ше. Каспирет болса енді ора салам Каспиретке. Каспиретте ақша бар әйтеуір. Біреу темекі шегіп тұр, анан. Алматы бірден өттік. Алдымызда Боралдай, Ақсеңгір. Ары қарай кете береміз. Бірақ тоқтамаймыз, әй. Өйстіп жай жүріп қояды бір кезде қатты жүріп кетеді. Не ғой, бұрылыстар екен ғой, бұрылыстарда жай жүреді осылар әдейіге. Қатты жылдамдықпен кеп бұрылса, анау айырылып кетеді ғой. Бота екі жаққа кетеді ғой.
тұрғын үй кешені салынып жатыр. Станция кезекшісі дейді. Мынау не? Зат сап қоятын нәрсе ғой. Мусор жасаңыз болады. Аяқты былай қойсаңыз болады. Мою сам дейді. Өзім жуам деп тұр ғой, я. Қазір біз Алматыдан әлі шықпадық. Алатау ауданына кіріп жатыр қазір біз, я? Алматы қаласының Алатау ауданы. Жоқ, әлі Түрксіб бе? Қазір мынау Барахолкаға шығып кететін көпір бар еді ғой, содан өтсек. Ары қарай Алатау ғой. Барахолканың көпірі деген не ғой? Солтүстік айнымалы жол. Міне осы. Кешкі пробка. Халық жұмыстан қайтып баратыр. 56 шақпен жүре ма не? Енді байқағасың ғой. Майоструп. Өжет дейтін нелер осы жерде ғой. Шағын аудандар. Өңкей жер үйлер. Шаңырақ та осы жақта, я. Фура бізбен жарысып жатыр. Озды бізден. Сонда нешеге шықтық біз? Жылдамдығымыз нешеде қазір? Жылдамдық әлі 32. Айттым, әлі 50-ге бармадық біз әлі. Жайлап қосып жатыр мына жылдамдық. Не көпір еді? Бір көпірден өттік қой. Опа. Контейнер өтті. Боралдайдың әуежайынан өтіп жатырық. Мына жерде әуежай бар, Боралдай деген. Бұл енді үлкен ұшақтар келмейді. Кішкентай ұшақтар. Ұшқыштар дайындайтын аэропорт қой негізі. Шағын мақсаттағы ұшақтар ұшатын әуежай. Боралдайға кірдік. Мынау оталды, мына машина оталды, қатты кетіп жатыр. Қазірден жылдамдығым.
80-ге келдік жылдамдық. 81-ге келді. Мынау Боралдай. Қайтадан түсіп кетті 40-қа. Мынандай бұрылыстарда жай жүреді екен бұл әдейіге. Бағана айтқандай ғой. Бұрылыста қатты жүрсе не болады? Боралдайдың станциясынан өтіп кеттік. Мына жақта қырғын пробка болып отыр. Алматының көшесінде кептеліс. Боралдай Алматы деп айттық көбісі, бірақ Боралдай Алматы қарамайды. Боралдай Қарасай ауданына қарайды. Ал қайттан жылдамдық алды. 70-ге көтерілді. Жанындағы енді Алматының жанындағы майда ауылдарды байланыстыратын жол ғой. Мына жол міне. Шамалғанға барады осы жол. Сол жерде күн сайын кептеліс. Ана жерде үлкен Алматы айналма жолы бар. Сол жерге шейін кептеліс болады. Сол жолда Бакат қой. Бакаттың қазақша қысқартылғаны қалай екен білесіздер ма? ÖAJ. Үлкен Алматы айнымалы жолы. Үлкен Алматы айнымалы автожолы. Әсе А көп сияқты еді. Аты бар еді, атын ұмытып тұрмын осы жүр. 70-ші разъезд сондай еді осы жердің аты. Ақсеңгірдің ортасы ғой. Ақсеңгірге кіріп жатырмыз. Сәл ұшып кетті басы. Сәл жылдамдық азайтып, қайттан қосып, сәл жылдамдық азайтып, қайттан қосып, сөйтіп жүреді екен бұл. Қай пойыздың құрамы? Есік вагондар екен.
Ақсеңгірде сондай вагон қоятын жер бар айтпақшы. Мәссаған, неше вагон мына жерде? Көп екен вагон. Міне. Осы ғой? Үлкен Алматы айнамалы жолы. Енді одан кейін Шамалған. Шамалғанға кіріп жатырық. Мынау Шамалғанның үлкен көпірі. Қошмамбет, Екпінді, Елтай дейтін ауылдар бар осы жерде. Шамалғанды қазір Шамалған деп айтпайды айтпақшы, Жібек жолы деп атап кеткен. Жібек жолы деп ауыстырды деп айтайықшы, атап кеткен деген басқаша ғой. Бірақ станциясы әлі Шамалған. Мынау адам өтетін көпір. Шамалғанда не оқиға болған білесіздер ғой, 2019 жылы апат болды. Кептелістің әсерінен автобус орнын қозғаламай темір жолдың ортасына тұрып қалған. Шлагбаун жұмыс жасамайды. Шлагбаун істейді, бірақ адамдар асығып оны мән бермей өтіп кеткен. Сонымен бір пойыз келіп соғып қаншама адам апат болды. Елді мекеннің атын ауыстырса да, станцияның аты әлі ауысқан жоқ. Шамалған станциясы жазылады. Мұнда шіркеуі бар. Шамалғанға негізі біраз пойыз тоқтайды. Тым кіші станция емес. Жылдамдық 100-ге жетіпті. Билайн ұсталды ғой мына жерден. Телеграмнан, WhatsApp'тан келіп жатыр. Шамалған, енді ары қарай Жаңғылды мет, сондай бір станция бар. Өте кішкентай станция. Одан кейін Қазбек деген станциядан өтеміз. Алматы облысы Жамбыл ауданы. Біз әлі Алматы облысындамыз. Алматы облысы Жамбыл ауданына келдік. Жамбыл ауданы Қазбек станциясы. Бұл жерде темір жол салынып жатыр айтпақшы. Алматыны айналып өтетін темір жол құрылысы өз аяқталуға жақындап қалды. Қазбек станциясынан Жетеген станциясына шейін темір жол салынып болып қалды. Бұл енді анау жүк пойыздарына, Алматыға тоқтамайтын пойыздар үшін тиімді бағыт. Ары қарай бірден Қытайға шығып кетуге болады. Жетіген арқылы. Жетігеннен ары қарай жаңа неге Харгосқа. Бұл да шағын ауыл. Бұл жерге электричка келеді. Алматы Қазбек деген бұл жайлы түсіргем Тренинский арнасында.
мына жерде жаңа инфраструктуралар пайда болыпты. Өзгеріс бар екен. Елді мекендерден өткен кезде сәл жылдамдығын азайтады екен. Ал негізінен мынау ашық далаларда, айдалаларда 100-ден асырып жүреді екен. Әлі 200-ге бармады, мен байқамадым. Ауылдың мектебі. Ең соңғы, ең соңғысы басы ғой, негізі соңғы ғой, бірақ бас жағы келеді ғой. Келіп алдым, ары қарай өте көп екен, ар жағы анау почтовый вагон, сондай багажный вагон, сондай болып тұр ғой. Енді осы жерден соңына шейін, яғни санақ бойынша бас жағына дейін жүріп барамыз. Бастаймыз ал. Мынау вагондардың арасынан қиналмай өтесіз ше, былай тұрып қалу, там, аяқтан су құрып тұру деген жоқ ше. Біз енді қазір біраз жол жүріп жатық. Жамбыл облысындамыз қазір. Андай бір байқамадым, бір су құрып тұратын, андай не байқамадым. Наоборот, ыстық вагон ше. Кетті қалды. Мына өзімнің вагонына өтейін. Менікі соңғының алдындағы вагон ғой. 16-15. Мінекей, мынау орын менікі. Маған аяғым тіреп қойып жатырмын, андай омыртқаға белім ауырып жатқан жоқ. Мінекей, мына елдер бос. Келесі вагонға өтейік. Көп вагон осындай. Тек ана орта жағы ғана бос, қалған шеттердің бәрі адамдар отырып алған. Керісінше орта жағында адамдар бар, қалған жердің бәрі бос. Мына жақ енді отырып баратын вагон болса, мынаның бәрі купе. Стандарт купе, 4 адамдық. Сыртынан көрсеңіздер болады, 4 орын бар. Люкс емес бұлар. Кеттік. Мынау байқалмай ма, аңғарсаңыздаршы, арамыз ше. Кәдімгі ең бірінші шыққан, свет сауады сообщениеге бардым. Кәдімгі бірінші шыққан торговларда мынау тар тоғын ше. Қысылып жүреді тұғысын қазір адамдарды бүйтіп қой өткізіп жүре бересің арғы кейін қойш. Неде міне төбеді потолокты сәл биіктеу кәдімгі. Қандай еркін жүресің да жүгіріп қойып, шауып қойып ше. Кеттік. Адамдарды отырған жерде. Мынау мінекей қозғалыс кестесі. Біз қазір, дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс міне. Алматыдан шықтық. Біз баратын жер Қарағанды. Кеттік. Мұндай су құятын бар, барлық вагонда бар осы. Су таза. Әне, тақтайша. Ағатыр Қарағанды дейді. Мына вагонда ерекше, қараңыздар, люкс вагондар, әр вагонда 2 ғана орын бар, жатын орын. Ішінде бұның барлық жағдайы бар, жаңағыдегі биотуалет. Қайда келдік? Отарға кеппіз ғой, біліп қойдым. Душ бәрі бар осылардың ішінде. Көріне ма? Әзіне сөйт ұстап кетілем ғой. Оттар дейді. Тоқтамайды, өтіп кетеді. Остановка головы.
Ала, достар, ресторандамыз. Өзі тұрмын, ештеңе ішкен жоқпын. Шетел ғой мына жері. Қазір өзімді көрсетейінші, адамдар түсірмейді. Мынам іші шетел болып отыр ғой. Америка или Европа болып отыр ғой. Сіздер үшін алып қойық деп па. Түк жоқ шынында. Өзімен өзім отырмын. Дауысым естіліп жатыр ма негізі шудан. Адам өте көп екен, тамақ жейтін уақыт па. Сол енді. Так, қызық болса көрсетейін, ресторандар, осындай тамақтар бар. Завтраки, салат, закуски, супы. Қайда қазақша екен, қазақша. Бар мына, қазақша да бар, орысша да бар, бәле іздемейік, достар. Әрқайсысын оқымай қойын, өз-өзіңізге керектігін бүйтіп қарап тоқтатып аласыздар ғой, шарапқа шейін бар ғой, пиво бар, закускісіне шейін бар екен. Тема, мынаның кісі. Достар, өмірде, бір келетін өмірде талюгамен жүріп көріңіздерші. Өкінбейді екенсіздер. Әттең ақшам болмай тұршы, алатын ем. Кино. Ойнап айтам, ішпеймін. Ойбай, абайлап. Отарға тоқтайтын сияқты келіп тұр мұны. Тоқтайын ба точно? Алматы, Саршаған, Ағадыр, 95 отарға? Отарда бұл. Жай жүріп кетті отарда ше. Отардан шығып атыр келді. Жай жүріп қалды да, түсінбеймін. Тоқтайым екен деп. Тоқтайым екен деп қарап қойым. Не сұрады? Өзім, за себе. Ақшасын төледік қой бізде ішеге. Ой, екеу олым кетті ғой. Қайттан ресторанға келдім. Кене отырайын деп. Ана жаққа дейін біраз жүрдік өзім. Ең соңғы вагонына дейін бардым да. Ар жағында кіруге болмайтын есік бар екен. Оған кірмей қайтып келдім. Осылай. Маған қатты ұнап келді. Келесі жолы бір плацкарт деп қой. Купесіне ма, люксіне ма билет аламын ше. Күйген дүние күйіп кетсін. Давайте. Өз орнымызға қайтайық. Түн болып жатыр. Түн болып қойған ана не ғой? Түн ортасы дейді. Өз орныма қайтып келдім. Қанша вагон жүріп, көріп, ресторанды көріп. Достар, мына жерде ресторан жанында бар деген вагон бар. Сол жерде жаңағыдегі есепті сол жерден төлейсіз, жаңағыдегі сол жерден тапсырыс бересіз. Даяшылар да бар, бірақ сол жерден тікелей алып кетсеңіз де болады. Берген тапсырысыңызды сол вагонды түсірейін деген. Бірақ сол жерде істейтін қызметкерлерді сыйлағаным үшін түсірмедім. Өйткені ол жердің адамдары көбінесе ұнатпайды. Сырттан біреу түсіріп тұрғанды, олар жұмыс істеп жатыр, мен түсіріп тұрмын біртүрлі да. Сол себепті сол кісілерді сыйлап, ол жерді түсірмей-ақ қойдым. Бірақ фотоларын, нелерін салып қойын, көргілеріңіз келсе. Ол жер керемет жер. Ана енді отырып ішсеңіздер де болады, сол бардың ішінде да. Бірақ ресторан вагонын көрсеттім сіздерге. Ұмытпай айтып қойын, сұрап жүрер адамдар. Біз енді әлі Жамбыл облысындамыз. Ендеше жалғастырамыз. Әлі Саршағанға 2 сағат уақыт бар. 2 емес 3. Жаңа қарама қарсымда бір адам отыр. Кетіп қалған ба? Аяқты бүйтіп шығарып қойып, бүйтіп қойып жатамыз енді. Ыңғайлы екен өйстіп жатқан. Алда түк жоқ бәрібір. Түреді. Біз жылдамдығымызды азайттық. Неге деп қарасам, біз анау бұрылатын жерге келіппіз. Негізінен әдетте пойыздар Алматыдан Астанаға баратын пойыздар Шуға дейін барып, одан кейін оның басы ана бетке ауысып, локомотив яғни құрамның ана бетіне ауысады, кері бетіне сөйтіп барып Астанаға жететін. Ал бұл пойыз Шуға бармайды. Сол себепті де бұл Шудан былай айналып кететін жол бар. Түрксіб темір жолынан ары қарай Транс-Қазақстан темір жолына өтіп кететін бір бұрылып кететін бұл жол бар. Авальный деп айтайықшы, түсінікті болсын. Сол жерден бұрылып жатыр. Қазір енді бұрылған кезде бұлар жылдамдығын азайтады. Асықпай жайып бұрылып жатыр. Анау жарықтар негізі осы пойыздың вагондарының терезесінен шығып тұр.
Қазір сәлден кейін тоқтайтын жер бар екен. Ол жерге бірақ жолаушылар түспейді. Осылай уақытша тоқтайды. Техникалық остановка деп жазылып тұр. Неде, интернетте. Бірақ ол кеседе жоқ. Мен тоқтадым міне. Бірлік бірдегі жерге тоқтайды. Негізі тоқтайтын жері ол Сарышағаннан бірақ тоқтаса. Бұл енді жүріп пойыз болғандықтан енді көп жерге тоқтай бермейді. Осындай мүмкіндік туып жатса айналып кетеді кей жерлерді. Сапарымыз жақсы, әдемі жатырық. Шиқылдап тоқтап отыр. Жай. Тоқтап тұрмыз. Тальгоның тоқтағанын көрген бір түрлі екен. Қанша уақыт тоқтамай жүріп келіп. 3,5 жоқ. 4 сағат тоқтамай жүрді ғой. Мәссаған. Қар жауып отыр нерде. Бірлікте. Бұл жерге не үшін тоқтайды сонда? Андай қарама қарсы пойыздар жіберіп үшін тоқтай ма сондай сияқты ше? 10 минутта локомотивте ауысып үлгермейді ғой. Жүрдік бірліктен. Енді келесі тоқтайтын жер 3 сағаттан кейін болады. Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, дұрыс айттым, Ақтоғай ауданы, Сарышаған станциясы. 3 сағаттан кейін, яғни түнгі 00:05-те келеді. Түнгі кейін 00:15 жүріп кетеді. Барлық станцияға 10 минут тұрады. 10 минуттан артық тұрмайды жерге. Ресторанға барып, тағы бірдеңе жейін, ақшада жоқ қой менде бірақ жаңа бір нан жегем кішкене рестораннан. Нан сұрап едім, нан берді ғой, тегін. Соны орап алдым. Әне міне деп Сарышағанға келдік. Кәдімгі жылдамдық бар екеннен байқалды ше. Тез келіп қойдық, мен күтпеген. Мына қараңдаршы міне. Мына жер жаңарып қапты ғой, мәссаған. Сыртқа шығып жүрейік, 10 минут болса да. Өзгеріп кетті біраз. Дүкендер, брусчаткалар. Сарышағанды қараңыздаршы. Өтіп кетіңіз. Чоткий қылып ремонттап қойыпты. Вообще басқаша. Танымай қалдым. Қостанай дейді. Опа! Қостанайды көрмегелі қай заман. Локомотивті көрсетіп жүрейін сіздерге. Локомотив адамдар сұрап отыр. Қандай локомотив деп, сол қазір көрсетейін. Міне локомотив Алматыдан бері осы бізді сүйреп келатыр. Астанаға дейін осы барады дейді. Маған енді Қарағандыға дейін барса болды әйтеуір. Қарағандыға жетіп алсақ болды. Қазір бірінші жолы Қостанай келеді екен. Енді бірдеңе алып қалайға құр жүрмей. Қарынды ашып кетіп жүре бер. Мына жерде де қымбат деп бірақ көреген қазір. Каспийіміздің көңіл күйіне қарай. Сарышағаннан жүрдік. Мынау бірінші жолы тұрған 43-ші пойыз.
керісінше 44 Қостанай Алматы Түрксіб Астана компаниясы. Бұл пойызды білет негізі адамдар ше. Мен осы әлі түсіргем. Вагоны көп сияқты мынаның, иә? Сыймай қалды ғой. 20 дейді. 20 вагон бар екен. Болмай кетті. Соңғы тиын манты алдым. Ненің ет десем, балықтың ет дейді ғой. Балықтың етінен де манты істейтін болмады. Бірақ мына жерде Балқаш көл бар. Бағанан бері негізі мен түсірмей жатырмын, дым жоқ болғанша. Наверное, мынаның ар жағын бәрі Балқаш көлі ғой, үлкен. Әдетте Балқаш көлін түсіретін едім. Бұл жолы түсірмедім. Мынаны жылытып жеп алайық та, Ағадырда жол қойғанда, иә. Жолда Мойынтыға тоқтамайды бәрі. Келесі бізде станция Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ағадыр станциясы. Ағадыр бақыт мекені дейді ғой. Ағадырдың адамдар көп ше, мені қолдайтын. Жандары жақсы көріп ше. Сондай бар ғой менің еще ояқта ше. Арғын тарақтылар. Маған жазады. Қолдаймыз деп. Ағадырға да келдік аман есен. Хоп деп. Байқағаным күн қатты суық емес. Мен енді куртка шығып кетіп жатырмын ше. Негізі жаурап жатқан жоқ. Негізі аз тоқтағаныңда несі жақсы екен ше. Кішкене қадірін біліп тоқтайсың да. Ермекке шыға бермейсің да әр жерге ше. Ағадыр, Қарағанды облысы, Шет ауданының ана бетте екен ғой, ана бетінде екен ғой, біз тоқтаған. Болды. Болды, қазір жүреміз Ағадырдан. Әдем болып Қарағандыға жақындап қалдық. Көзім жас көреді екен ішіме жетсем. Чотам келесі Қарағанды мане. Таргоның андай несін байыбын түсініп күшті болып қалдым ше. Тарго десе өй дейтін ем, қымбат деп. Уақыттың қадірін іздене кезін тоқтайтын кезде ше. Кәдімгідей мен анау ұйықтап қалғанмын ғой. Сол мен сәл сезім талдым да, анау бір жерге тоқтасақ болып біліп қоя беремін да, андай. Сол келген кезде ойып кетемін да. Қоян соң Ағадыр дейді, ойбай деп қолым үйіп қалған ғой, бүйтіп қалған ғой қолым ше, анау басын қойып жатқан ғой, үйіп қалған, үйістіп қойып шыққасын ғой. Ойлап қалды біреулер инвалид деп ше. Құдай сақтасын. Ал жүрдік ал, бісміллә. Қарағандыда кездескенше, бұйырса барымызды Қарағандыда аяқтаймыз. Кезекті сапарымыз деп. Құдай сақтасын енді. Өліп қалды.
деген жерімізге келеміз. Қарағандыға. Негізі Қарағандының аумағына келіп қойдық ше. Абай деген жеріне өттік жаңа ғана. Қазір енді сәл уақытта Қарағандыға тоқтап түсіп қалатын боламыз. Қайда барамыз деген сұрақ. Енді қазір вокзалда боламыз. Күн шыққанша. Қарағанды дамыған қала ғой енді. Дәл уақыт тауып жүре тұрамыз. Қап-қараңғы болып кетті, білмеймін, бірақ келдік деп отыр Қарағандыға. Жарқын жақып қойды өйстіп. Құрметті көрермендер, соңына дейін көріп отырған жандар болса, мынау жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының Инстаграмға тіркеліп кетіңіздер. Осындай жолаушылар пойызы жайлы ақпараттың барлығы осы жерге шығады екен. Жақында Қазақстанда жаңа штадлер вагондар шығады. Сол жайлы ақпаратты осы жерден бере аласыздар. Біз енді деген жерімізге жеттік ал. Қарағанды сөйтер бар екен ғой менен басқа. Ал біз Қарағандыға жеттік, міне аман есен. Қазір ана жақтан шығады екенбіз. Рахмет. Аман есен кеп алдық ал Қарағандыға. Сәл суықтау екен енді. Бірақ қатты емес. Ал құрметті көрермендер, енді сапарымыздың соңында бір қорытындылайтынымыз бар еді, соны айтып жіберейік. Негізі отыратын вагондар өте тиімді екен. Оның үстіне осындай Қарағанды сияқты жерлерге 5 теңгеге жетіп алу деген, ол негізі кәдімгідей тегін барғанмен бірдей ғой. Негізі ше, әйтпесе 10 мыңнан көп ақша кетіріп тастайсыз. Негізі осындай жерлерге бару үшін Түркістанның өзінен мен әшейін 10 мың ұрып тастаймын. 10 мың 8 мың аралығында ғой автобуспен барсам. А пойызбен ең арзан билеттер бір 7 мың жобасы. Енді жеңілдікпен 6 мыңмен баратын. Фридомнан алған билетім кәдімгі жарады. Ұнады маған. Сіздерге де кеңес беремін, бірақ енді бір күннен көп жүретін жерге баратын болсаңыздар, отырып баратын вагондарға кеңес бермеймін. Қайта менің жолым болып, қасымда адамдар болмай қалып, жатып келдім. Негізі шынымен отырып келсеңіздер. Не отыр? Шынымен отырып келсеңіздер жамба шыдамайды ау. Көріне ма? Қарағанды вокзалы. Сағат таңғы 5:52, 14 градус деп тұр. Минус. Негізі болады жүруге, я. Ең жылы күн екен бүгін Қарағандыда. Қызық, е? Мен келгенмен, е? Ал осылай біз Қарағандыдан бірақ шықтық. Құрметті достар, пікір қалдырып, арнаға тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаймыз, лайк басамыз. Мінекей. Біз Қарағандыдамыз. Рахмет, соңына дейін Қарағандыға рахмет, Алла разы болсын. Бұйырса, енді Қарағандыдан қайтатын кезде тағы да бір шығарым жасаймын. Күтіңіздер. Енді алдағы бір 15-20 сағат осы Қарағандыда боламыз. Суығына қарамай кеп алдық ал.